Педофилдер бар ма? 7 педофил бар. Ауданда. Мен педагог деп айта алмаймын оларды. Жаңағыдай бала тасушы болып жұмыс істеген газельде. Жаңағыдай мәселе ғой. Соңғы жаңағы 5 жылдың менде қазір отчетности жоқ қолымда. Енді жалпақ тілмен айтқанда шайымен жаңағындай несін турлап беру керек деген әңгімені айтылады. Осындай жауаптылығын түсіндірген жағдайда көп мәселе сол жерде шешіліп кетеді. Қарға қарған көзін шұқымайды дегендей бүйтіп. Айына кемінде 1 рет біз тексеруге міндеттіміз азамат. Есептен өткендер дегенді қалай түсінуге болады? 185 азамат есепте тұрды 12-ші айында. Есептен өткендердің саны 369. 112 жас қазір айтып отыр ғой, 35 жасқа дейінгі. 12 адам 35 жасқа дейін. 35 жасқа дейін. Енді олар жас болып есептеледі. Жастардың қылмысқа баруының себебі неде деп ойлайсыздар? Отбасында дұрыс тәрбие алмағандығы деп айта аламын. Артық ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Жасыратын жоқ. Ашық жариялылық бізде өзіңіз білесіз. Енді қазір аяқ астынан андай келісіне болды. Адам бойындағы сізге ұнайтын ең жақсы қасиет қандай қасиет? Шынайылық. Биыл 3 жыл болады жазда. Армысыздар, Ақпарат Ньюс YouTube арнасының көрермендері. Біз бүгін ашық әңгіме алаңындағы сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жетісай аудандық қылмыстық атқару жүйесі, яғни пробация қызметі бөлімінің бастығы, әділет майоры Дилшат Назаров. Қош келіпсіз. Бүгінгі сұхбатымызды бастайық. Алғашқы сұрағымызды. Аудандағы пробациялық қызметте қанша инспектор бар? Жалпы пробация бөлімінің жаңағы еншісіне қандай қызметтер кіреді? Жалпы инспекторлар не атқарады? Сұрағыңызға түсіндім. Бізде аудандық пробация қызметінің штат бойынша 8 қызметкер қарастырылған. Яғни бір бөлім бастығы, 3 аға инспектор, 2 инспектор, 1 ювеналды әділет тобының инспекторы және инспектор-психолог. Қазіргі таңда бір инспектор-психологымыз орнына ваканттық орын болып тұр. Жалпы пробация қызметі қандай қызмет атқарасыздар бөлім? Пробация деген мағынаның өзі латын тілінен алған кезде сынау деген мағынаны береді. Яғни пробация қызметі соттың шығарған үкімдерін, жазаларды орындау негізгі несі, жаңағы принцип дейді ғой, негізгі несі жұмыс барысы бізде жазаларды орындау болып табылады. Яғни сонымен қоса әлеуметтік құқықтық көмек көрсету. Сот үкімдерін орындаумен әлеуметтік құқықтық көмектер көрсету болып табылады. Бүгінгі таңда пробациялық есепте қанша азамат тұрады аудан бойынша? Оның нешеуі әйелдер, оның ішінде жаңағындай жас ерекшеліктері қандай? Бүгінгі таңда пробация қызметінің есебінде 165 сотталған азамат тұр, әртүрлі санаттағы. Олардың жас ерекшеліктері 20 мен 35 жас аралығын құрайды, басым бөлігі. Тағандай сұраңыз? Нешеуі әйел? Жастары нешеуі? Бүгінгі таңда 18 әйел құрап отыр. 18 азамат, әйел азамат есепте тұрады. Жаңағы біздің елімізде 18 жас пен 35 жас аралығындағы азаматтарды жалпы жастар деп қатарына кіргізіп отыр. Сол 35 жасқа дейінгілер нешеу қазір есепте тұратындардың ішінде? 112 азамат. 112. 35 жасқа дейінгілер. Жастар көп біздің. Жастар көп. Жалпы мынау өткен жылы қанша азамат жаңағындай сіздерді есепте тұратын қанша азамат сіздердің тәртіптеріңізге, жалпы ережеге бағынбай түзету мекемелеріне қайта жолданды? Пробациялық бақылау тәртіптерін, сот жүктеген міндеттерін орындамаған 112 сотталған азаматқа ескерту шаралар қолданылды 2023 жылдың қорытындысымен. Қаскөйлікпен тәртіп бұзған 19 сотталған азаматқа аудандық сотқа бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру туралы ұсыныстар жолданылып, оның 7-еуі сотпен бас тартылды. Яғни 11 сотталған азаматқа қатысты, 8-і бас тартылды, 11 сотталған азаматқа қатысты біздің ұсыныстар қолдауын тауып, бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды.
Осы сіздерде есепте тұратын азаматтардың ішінде жаңағындай бірінші рет қылмыс жасаған нешеу, 2-3 жаңағындай қайталап отырғандары нешеу, жалпы жіктеп айтып бере аласыз ба? Ауыр, аса ауыр қылмыс, мысалға жаңағындай адам өлтірді дегендер нешеу? Бізде адам өлтіру, аса ауыр қылмыстар бүгінгі күні есепке тіркелмеген ондай адамдар. Себебі олар аса ауыр қылмыс болғандықтан кейін түзеу мекемелеріне жазаларын өтейді. Қазіргі таңда бізде басым бөлігі ауыр қылмыстар үшін жасаған сотталған азаматтар тұрады. Оның нақты санына келетін болсақ, менде қазір данный момент жаңағыдай не болмай тұрды, отчетность. Егер қажет болса, жаңағыдай отчетностьтермен айту, келмесе қосымша ақпарат берсем бұл бойынша. Менде жалпы атқарылған шаралар туралы баяндама бар, но отчетность бойынша қазір менде ол мәлімет болмай тұр. Кешірім сұраймын оған. Мынау жаңағындай жіктеп айтып бере алмаймын дейсіз ғой, да? Санмен айтып бере алмаймын да, бірақ басым бөлігі бізде ауыр қылмыс жасағандар үшін тұратын сотталған азаматтар, орта және ауыр. Есепте тұратындардың ішінде педофилдер бар ма? 7 педофил бар. Ауданда? Ауданда. 7 педофил есепке алынған. Оның ішінде түзеу мекемесінен уже жаңа мерзімі аяқталып, қосымша жазасымен есепке алынған азаматтар бар. Оның ішінде тағы өзінің азаматтық некедегі әйелі үйленген, алайда жаңағы балалы болған фактісі болған жағдайда жаңағы қылмыстық іс қозғалып, шартты бас бостандығынан шектеу жазасын алып келгендер де бар. 7 педофил ауданның қай округ, қала, кент қай жерінде тұрады ол? Жетісай қаласында. 7-еуде ма? 4-еуі. 4-еуі. 2-еуі Қызылқұм ауылдық округында. Үшіншісі Қазыбек би ауылдық округында. Үшіншісі. Қазыбек би ауылдық округында. Оларды бақылау жалпы қалай жүргізіліп жатыр? Енді педофилдер басқаларға қарағанда қатаң бақылана ма, жоқ әлде бәріне бірдей ма? Ол педофилизм деген ол ауру ғой жалпы былай айтқанда. Бақылауды қалай жүргізіп жатырсыздар оларға? Қоғамға қаншалықты қауіпті олар? Мен жаңағыдай айтып жатырмын ғой. Бізде 7 педофилдің 5-еуі жаңағыдай өзінің әйеліне қатысты жаңағыдай не қылғанда жыныс қатынасқа түсіп, 16-ға толмай үйленгендер бар, босанғандар бар, соларға қатысты қолданылғандар. Жаза қолданылған соларға қатысты. Олар қазіргі таңда өзінің отбасымен, өзінің әйелімен бірге тұрып жатыр. Олармен бізде қазір пробациялық бақылау именно жаңағы педофилдарға қатысты бөлек, қалғандарға бөлек деп бөліп жара алмаймыз олай. Бәрілеріне заңда көзделген тәртіппен біздің ішкі істер министрінің 511 бұйрығы бар, пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарды бақылау туралы қағида бар, қадағалау бойынша. Солармен сол бұйрыққа сәйкес 517-ші бірлескен бұйрық бар. Полиция бөлімдерімен өзара іс-қимыл арқылы қадағалау бойынша осы бұйрықтарға сәйкес біз өз жұмысымызды атқарып келе жатырмыз. Ол 5-еуімен, қалған 2-еуімен? Қалған 2-еуі олар қосымша жазаға тартылғандар. Яғни оларға қойылған, оларда пробациялық бақылау емес, себебі олар жазасын өтеп қойды. Олардың қосымша жазасы белгілі бір қызмет түрімен немесе белгілі бір саламен айналысу құқығынан айыру деген жаза түрі бар ғой. Өзіңіз де білесіз оны. Ол бойынша көп айтылған. Бала тәрбиелеумен айналысатын ұйымдарда, балабақшаларда, мектептерде сондай саламен жұмыс атқармау бойынша шектеу қойылған 2 азамат тұрады бізде. Ол жаңағындай бала тәрбиесі білім беру мекемелеріне қатысты болып тұрғандықтан ол 2-еуі педагогтар ғой, значит. Педагогикаға қатысты, иә. Педагогикаға қатысты ма? Біреуі жаңағы педагог деп айта алмаймын оларды. Жаңағыдай бала тасушы болып жұмыс істеген газельде. Газель айдаушы болған. Балабақшада. Педагог деген білімі бар деп айта алмаймын себебі. Екіншісі? Екіншісі тоже самый ондай, ол да сондай. Жалпы сіздерде есепте тұратын азаматтарды қоғамға бейімдеу, оларды тұрақты, жаңағындай уақытша жұмыспен қамту бойынша қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? 2023 жылдың қорытындысымен
нақты жұмысқа мұқтаждар саны 56 азамат болды бізде. Сол 56 азаматқа қатысты біздің мансап орталығына тиісті хаттар жолданылып, жұмыспен қамту бойынша. Сол хаттардың негізінде 41 азамат жұмыспен қамтылды, тұрақты жұмыспен, әртүрлі жұмыспен, шаруа қожалықтарға, оның ішінде Жетісай ауданының квотасымен пробация қызметіне бөлінген квота негізінде 27 адам қамтылды. Оның ішінде больницаға да қамтылды. Аудандық аурухана, бізде 2 аурухана бар, Асық-Ата, Жетісай. Оларға, сол мекемелерге разнорабочий есебінде жұмысқа қабылданды. Ақылы қоғамдық жұмыстарға қабылданды. Жалпы былтыр 2023 жылы 41 азаматты тұрақты жұмыспен қамтыдық. Мынау Түркістан облысы жалпы Жетісай ауданы қайта құрылған соңғы 5 жылда сіздер тарапынан, сіздердің бөлім тарапынан қанша адам жаңағындай тұрақты жұмысқа қамтылды, қанша адам жаңағындай ақылы не болмаса уақытша жұмысқа қамтылды, нақты санын айта аласыз ба? Соңғы 5 жыл, 1 жыл емес. Енді жаңағыдай мәселе ғой. Соңғы 5 жылдың менде қазір отчет жоқ қолымда. Мен сізге былтырғы жылды айта аламын қазіргі таңда. 41 азамат былтыр қамтылса, биылға 5 азаматты қамтып қойдық. Жыл басынан бері. Жыл басынан бері 5 азамат. Жоспар жылдың соңына дейін қанша? Жоспар жылдың соңына дейін қолдан келгенше мұқтаж азаматтарды пәленше деп айта алмаймыз, қолдан келгенше жұмыспен қамту. Бәріміздің мақсатымыз сол. Енді біз сіздердің іс-шараларыңызға барып тұрамыз ғой жалпы. Сонда пробациялық есепте тұратын азаматтармен сіздің бөлімде қызмет атқаратын инспекторлардың арасында келіспеушілік жиі көзіміз шалып қалады. Бұл қалай түсінуге болады? Бұны инспекторлардың әлсіздігі ма, жоқ әлде есепте тұратындардың тәрбиеге, тәртіпке бағынғысы келмейтін ба, қалай? Ондай мәселелерді қалай шешіп жатсыздар? Сіздерге бағынбайтын, жаңағындай бағынғысы келмейтін есепте тұратындарды қалай бақылайсыздар сіздер жалпы? Енді бұл жерде пробацияға бағынбаған жағдайда, ашық түрде бағынбаушылық жатқан жағдайда, мынау бізде қылмыстық атқару кодексінің 67, 68, 66 баптары бар. Сода көзделген тәртіппен заңды шарасын қолданамыз. Егер жаңағыдай одан кейін де дұрыс нәтиже шықпай жатқан болса, бір ескерту деген нәтиже шықпай жатқан болса, уже 44 баптың 3 бөлігіне сәйкес сотқа ұсыныс жолдаймыз. Бас бостандығынан айыруға. Бас бостандығынан айыруға. Ондай жағдайлар қазір орын алып жатқан жоқ. Ашық бағынбаушылық танытып, тәртіпке бағынбаушылық танытып жатқандай жоқ. Болады жаңағыдай, енді адамдардың да әртүрлісі болады. Біреу жаңағыдай психикасына қарай, например. Біреулер тез ашуланады, біреулер түсінбейді заңды. Оларға түсіндіруге әрекет жасаймыз. Оларға жаңағыдай ашуланып, бағынбаушылық танытып жатқан жағдайда сыпайы тілмен заңды түсіндіріп, осындай жауаптылығын түсіндірген жағдайда көп мәселе сол жерде шешіліп кетеді. Ол жағы ескерту бергенге дейін, оған жаңағыдай заңды шара көргенге дейін бірінші болып біздің мақсатымыз профилактика. Сол себепті біздің қызметтің тек қана оны қаралап, оны барып түзеу мекемесіне ауыстыру емес, оны қоғамға қайта дайындау, қайта бейімдеу. Сол себепті оған бірінші адами қасиетке салынып, бірінші профилактикасын жүргіземіз, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ары қарай одан нәтиже шығармаса, ары қарай заң талаптарына сәйкес жұмысымызды атқарамыз. Бағынбаған жағдайда. Осы мәселеге қатысты мен де жаңағы енді сіздерде есепте тұратын бірнеше азаматпен бұған дейін де, сізге дейін де бір сөйлескенім бар. Сонда олар мынандай нәрсені айтады да, жалпы пробациялық есептен шығу үшін жаңағындай олардың қоғамдық істерде белсенділігі, жалпы алған алғыс хаты, одан кейін жаңағындай кешкі 8-ден кейін не болмаса жаңағындай бір белгілі бір шектеу уақыттарыңыз бар ғой, содан кейін дүкенге бармау, көшеге шықпау деген сияқты талаптарын орындасаң,
жаңағындай неден шығарады дейді, есептен шығарады дейді да. Ал сол талаптарды орындады деп айту үшін де кейде жаңағындай ауыз басырық беруімізге тура келетін жағдайлар болады дейді. Қаншалықты рас әңгіме бұл? Енді бұндай әңгіме рас деп айта алмаймын. Себебі егер сізде нақты ақпарат болып, жаңағыдай осындай жағдай болып жатыр екен деп бізге ақпарат беретін болсаңыз, егер осындай жағдай болып жатса, біз тиісті заңды шарасын көреміз. Бізде ұсыныс сот, оны біз мәселені босату бойынша мәселені шешпейміз. Егер шарт сотталған болса, біз ол кісіге заңда көзделген тәртіппен босатуға ұсыныс береміз. Сол ұсыныстарыңызды беру үшін жаңағыдай алғыс хат, жақсы мінездеме үлкен рөл атқарады дейді да. Сол алғыс хат пен жақсы мінездемені алу үшін де жаңағындай ол кісінің көңілінен шығып, енді жалпақ тілмен айтқанда шайымен жаңағындай несін торлап беру керек деген әңгімені айтылады да. Мен оны сіздерде есепте тұратын азаматтардың өзімен сөйлестім. Сіз енді қазір айтып отырсыз, егер ондай жағдай болатын болса бізге хабарласын деп. Ол сіз қандай шара көре аласыз? Егер дәл сондай жағдай болса, сізге хабарласса, сіз де жаңағындай өзіңіздің әріптесіңіздің сөзін сөйлеп, қарға қарған көзін шықмайды дегендей бүйтіп бұра тартушылық болмай ма? Сіз түсіндім, ондай жағдай болмайды деп мен сізге 100% сеніммен айтамын. Заңда көзделген тәртіппен, егер сондай әңгіме болған болса, сондай фактілер орын алып жатқан болса, біз оны естісек, біз дереу өзіміздің өзіндік қауіпсіздік басқармасы бар, сол жаққа қосымша баянатпен шығамыз. Мен егер осындай жағдаймен бізге келетін болса, сотталған азамат, мен 100% сеніммен айтамын, сеніммен ары қарай заңға сәйкес жазасын алады сол инспектор. Енді жаңағыдай біз босатпаймыз деген мен сөзім шала қалып кетті. Біз материал сотқа құжатты материалдар ұсынамыз, яғни мінездеме, ұсыныс деген сияқты. Шарт сотталғанға ұсыныс кететін болса, бас бостандығынан шектеу жазасынан босап кету үшін арнайы жаңағы заңмен белгіленген талаптар бар. 72-ші бапта оның қылмыспен келтірілген залалдың орнын өтеу, жаңағыдай мемлекетке немесе жаңағы жәбірленушіге жаңағы сот үкімімен белгіленген шығындары болмауы, қайтарылған болуы, сол талаптар орындалған болса, біз жаңағыдай мінездеме келтіреміз. Ол мінездемесін, ол орындалсын, орындалмасын, біз мінездемесіне жазып көрсетеміз оны. Ал негізі тәртібінде сол жағдайлар орындалса, оның жаза өтеу тәртібі ережелерін бұзбаған жөнінде анықтамалары, мінездемелері дұрыс жағынан болып жатса, 476 баптың қылмыстық процестік кодекстің 476 бабымен сот өзіне тиісті жаңағы несінің шешімін шығарады. Ол сотқа біз айтқандай жаңағыдай оны босатпа деп біз айта алмаймыз. Ол соттың шешіміне араласуға ешкімнің құқығы жоқ. Ол өзінің ішкі нанымын, мынау сотталғанның жүрген жинақталған құжаттарына қарап сот шешім шығарады. Сіздің дәл осы салада, осы ауданға басшылық жасап отырғаныңызға қанша уақыт болды? Биыл 3 жыл болады. Жазда. Биыл 3-ші жыл. Осы сіз басшылық жасап отырған 3 жылдың ішінде жаңағы мен айтқандай қызметкерлеріңіздің үстінен арыз, шағым, не болмаса жаңағындай кемшіліктер болды ма? Жалпы сондай жағдайға жол бергендер болды ма сізде? Жоқ, болған жоқ. Болған жоқ. Алдағы уақытта да болмайды. Болмайды деп сенеміз. Болмайды. Егер болған жағдайда да жаңағы әңгіме бір заң жүзінде алдында бәрі жауап береді. Мен қолымнан келген барлығын жасаймын. Сол азамат, сол сотрудник, сол қызметкер жауап беруін қалаймын. Сол нәрсеге жетсе. Енді есепте тұратындардың жаңағы мынау үй-жайларын тексеру, жалпы олардың үй-жайында болуы, сіздер рейд ұйымдастырасыздар, иә? Жылына, не болмаса айына, не болмаса 90-на қанша рет рейд ұйымдастырасыздар. Жалпы рейдті қалай жоспарлайсыздар? Алдын ала бекітесіздер ме, жоқ әлде кез келген уақытта барып тексере аласыздар ма? Сотталған азаматтардың тұрғылықты мекен-жайы бойынша тексеру бойынша бізге жаңағыдай оны арнайы жоспар керек емес. Себебі заңда жазылған 511-ші бұйрықта жазылған, жаңа айтып өттім, ішкі істер министрінің 511-ші бұйрығы. Айына кемінде 1 рет біз тексеруге міндеттіміз. Кемінде 1 рет. Егер одан бөлек мынау біздің облыстық
облыс деңгейінде жаңағыдай нұсқаулар келіп түседі. Полиция департаментінен, қылмыстық атқару жүйесі мен департаментімен бекітілген бірлескен жоспарлар келіп түседі. Оның ішінде жаңағыдай арнайы профилактикалық шаралар өткізу барысында. Ондай нұсқау келіп түскен жағдайда өзі арнайы жоспарымен, арнайы несімен келіп түседі. Осы жоспарға сәйкес біз жұмыстарды атқарамыз. Одан бөлек олардың жоспары жаңағы облыстық деңгейде емес, аудандық деңгейде де өзіміз полиция бөлімінің басшысымен, яғни пробация басшысы, яғни мен барып, жаңағыдай аудан көлемінде де өзіміз жоспар құрып, тұрғылықты мекенжайлар бойынша атқарып жатқан жұмыстарымыз да бар. Өткен жылы қанша рет рейд ұйымдастырдыңыздар да, сол рейдтің барысында жаңағындай үй жайында болмай, не болмаса жаңағындай тағы да бір басқа жаққа кетіп қалған сияқты қанша факт анықталды? Олар бойынша қандай шара көрдіңіздер? Бізде өткен жылы 7 рет рейдтік жұмыстар ұйымдастырылды. Оның барысында, рейдтің барысында атқарылған жұмыстардың нәтижесімен жаңа айтып өттім ғой, 112 сотталғанға шара көрілген. Оның ішінде тұрғылықты мекен жайы мен жаңа сот жүктеген міндеттерін бұзғаны үшін 50 азаматқа ескерту берілген. 50 азаматқа ескерту берілген. Яғни тұрғылықты мекен жайында болмаған үшін. Осы рейдпен анықталғандар. Былтырғы жылмен салыстырғанда. Биыл бізде облыстық прокуратураның нұсқауымен бақылау іс-шарасы өткізілді, рейдтік іс-шара. Сол іс-шараның барысында осы қаңтар айында болды. 3 сотталған азамат үйінде жоқ екені анықталды кешкі уақытта. Оларға қатысты құжаттар рәсімделіп, ұсыныстар сотқа жолданды. Қазіргі таңда ұсыныстар соттың қарау сатысында тұр. Өткен жылы қанша азаматты есепке алып, қанша азамат есептен шығарылды жалпы? 2023 жылы 185 азамат есепте тұрды 12 айында. Есептен өткендердің саны 369 азамат. Есептен өткендер дегенді қалай түсінуге болады? Жыл басынан бастап есепке қойылып, жаңағы переходящий деген нәрсе болады бізде. 2022-ден 185 азамат есепке өтсе, одан кейін жылдың аяғына дейін есепке алынатын сотталғандар болады. Солардың жалпы суммасы шыққан кезде жаңағы общенесі 369-ды құрап отыр. Сіз жалпы суммасы деп жалпы саны да? Жалпы саны шыққан кезде. Жаңа айттыңыз, есептің жалпы сомасын айтып жатырмын. 185 азаматтың ішінде жаңағындай 9-ы қылмыстық қайта жасады деп отырсыз, 112 35 жасқа дейінгі жастар. Сол 9 азаматтың нешеуі сол 35 жасқа дейінгі жастар болып тұр? 5-еу. Жастардың қылмысқа баруының себебі неде деп ойлайсыздар? Енді сіз маман ретінде жаңағындай психологтарыңыз бар, басқа бар, жалпы қалай? Енді маман ретінде айта кететін болсам, бірінші жағдайы олардың отбасында дұрыс тәрбие алмағандығы деп айта аламын. Яғни ол пробациялық есепте тұрған жағдайдың өзінде де әрбір ата-ана өзінің перзентіне жауап береді, дұрыс па? Тәрбиесіне, өсіп өнуіне. Бізде де арнайы жаңағыдай не бар, жаңа сотталғандардың тәрбиесіне оң ықпал жасайтын адамдармен сұхбаттар жүргіземіз. Яғни осы бағытта біз жұмыстарды қазір қолға алғанбыз, жандандыруды. Себебі ата-анасы тарапынан да жаңағыдай бақылау болу керек сотталған азаматқа. Ата-анасы да айту керек, түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймын. Одан басқа екінші мәселе ол жаңағы жеңіл ақша табу мақсатында, тез ақша табу, жеңіл ақша табу мақсатында жаңағы ұрлық қылмыстарын жасап отыр. Бізде былтырғы жылы 9 қылмыс болған болса, соның 7-еуі ұрлықпен өтіп отыр. Алдыңғы жылы? Алдыңғы жылы 6. Яғни 23-ші жылы 3 дерекке өсті қылмысымыз. Ал қазіргі жылмен салыстыратын болсақ, 23-ші жылдың 2 айында бізде 4 қылмыс орын алған болса, бүгінгі күнде 24-ші жылдың 2 айында мүлдем қылмыс тіркелген жоқ. Әлі тіркелмеген. Әлі тіркелген жоқ. Енді
112 жас сіздерде есепте тұрады. Сіздердің жалпы жұмыс жоспарларыңыз сол жастар ресурсы орталығымен, одан кейін жаңағындай аудандағы тиісті мекемелермен, жаңағындай бөлімдермен, мансап орталығы бар, спорт бөлімі бар, солармен бірге жасалады да. Енді сіздердің жоспарларыңызға тікелей араласатын, тікелей қамтылатын орталықтың жаңағындай несінде тұратын 112 жастың қылмыс жасауы деген ол 112? Адамның несі 112 жас қазір айтып отырсың ғой, 35 жасқа дейінгі 112 адам 35 жасқа дейін. 35 жасқа дейін. Енді олар жас болып есептеледі. Бұл жастардың жиі қылмысқа баруы жалпы сіздер жаңағыдай жоспарды бірге бекітетін жастар орталығымен бірге бекітесіздер ғой жалпы кейбір іс-шараларды. Кейбір іс-шараларды бекітеміз. Қалай деймін да, енді сіз олармен бірге бекітесіз, бірақ жастар қылмысқа барып отыр. Жалпы 3-тен 2 бөлігі деп айтуға да болады 112 деген. Сонда сіздермен бірге жаңағындай спорттық іс-шара өткіземіз деп жастар мына жақтағы жұмысын қалдырып қойған ба, жоқ әлде психологтардың жалпы жастармен осы қылмыстың алдын алу түсіндіру бағытындағы жұмыстар әлсіз бе? Қалай? Жоқ, оны әлсіз деп те айта алмаймын. Жаңағы жастардың жұмысты тастап қойды деп айта алмаймын. Себебі біз өзіміз тарапымыздан бекітілген жоспардағы іс-шаралардың барлығын тиісті деңгейде өткізіп жатырмыз. Оған өзіңіз де куә болып отырсыз. Спорттық іс-шаралар бар, рейдтік іс-шаралар шығып жатыр. Қазір неге жарияландарға шығарып отырмыз барлық нәрсені. Атқарып жатқан жұмыстарымызды. Енді бұл жерде ол 112 адамның ішінен былтыр 5 азамат жаңағыдай қайта қылмысқа жол берген болса, 35 жасқа дейінгі. Енді ол жерде өздерінің немқұрайлылық танытқандарынан заңға бағынбаушылық танытып, жаңағы сонша жүргізілген профилактикалық іс-шараларға немқұрайлылықпен қарағандықтан барып отыр деп ойлаймын. Біз тиісті деңгейде жұмыстарымыздың барлығын жүргізіп отырмыз. Жаңа айттыңыз, Жетісай қаласында жұмыс істеп жатқаныма, жалпы Жетісай ауданында жұмыс істеп жатқаныма биыл 3-ші жыл деп, жалпы биыл Жетісай қаласына қанша жыл толып отыр, білесіз ба? Ол жағынан хабарым жоқ. Жетісай қаласына қанша жыл толып отыр? Жалпы сіздердің жұмыстарыңыз заңға, жалпы тарихқа байланысты. Тарихқа байланысты дейсіз ба? Енді заң жаңағындай сіздердің оқу орындарыңызға түсу үшін жаңа Қазақстан тарихы, тағы қандай сабақтардан тест тапсырасыздар? Енді мектептің бағдарламасы өзгеріп жатыр ғой жыл сайын. Сіз өзіңіз Қазақстан тарихынан қалай өттіңіз оқуға тапсырған кезде? Жалпы Қазақстан тарихын жақсы білесіз ба? Қазақстанның алғашқы ханы кім? Соңғы ханы кім? Керей мен Жәнібек. Нақты қайсысы, Керей ма, жоқ Жәнібек па? Соңғы ханы кім? Соңғы ханы енді қазір аяқ астынан андай келісіне болды. Керей мен Жәнібек алғашқы хандары ғой. Керей, нақты Жәнібек қайсысы? Екеуі бірге құрады ғой қазақ. Жоқ, хан біреу болады ғой. Хан біреу болады. Хандықты 2 адам, 10 адам құруы мүмкін. Солардың ішінен біреу хан болады. Алғашқы хан есіңізде болсын. Алғашқы хан Керей, соңғы хан Кенесары. Кенесары. Мына мәселені айтыңызшы. Мен осы сіздерді сұхбатқа шақыратын кезде біраз қиындықтар болды. Оны өзіңізді жақсы білесіз. Жаңағындай жазбаша беріңдер, сұрақтарыңды беріңдер, біз анализ жасаймыз дегендей. Жалпы сіздердің жұмыстарыңызда ашықтық деген, жариялық деген, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу қай деңгейде жалпы? Енді аудан көлемінде айта кететін болсам, өзіңіз де білесіз, біздің жаңағы іс-шараларға, біздің жиналыстарға, мәжілістерге өзіңіз қатысып отырсыз. Оған мен өзім баға бере аламын деп айта алмаймын, оны шеттен өзіңіз баға бере аласыз ауданның жұмысына. Енді облыстық деңгейдегі жұмысқа ол жерде
ол жаққа мен баға бере алмаймын. То же самое жаңағыдай шеттен баға беру керек деп ойлаймын. Олардың жұмысы мынандай, біздің жұмыс мынандай деп мен нақты айта алмаймын. Енді жаңағындай сұхбат алуды қиындатып жаңағындай енді сұрақтарын жіберсін, біздер талдайық, көрейік, болады, болмайды деген нәрсені ол кісілердің жаңағындай сұрақтарды сұрауы жай ғана бір көзбояушылық дүние сияқты көрінбей ма? Енді қалай ойлайсыз? Жалпы өзіңіздің ойыңызда. Мен мысалы алдын ала сұрақты берем, кейін осы жерге келіп, бұлай отырып, жаңағындай дайын сұрақты мен айтам, сіз дайын сұраққа жауап бересіз. Енді олардың сұрап жатқаны сұрақтар қай бағыт бойынша, қай сала бойынша болатын сұрақты сұрап жатыр. Ол нақты жаңағы сіз дайындалып барыңыз, сіз мынандай сұрақ берсін, мынандай жауап беріңіз деген мақсатта айтқан жоқ ол нәрсені. Олар жаңағы сұрақтың жаңағы несі дейді ғой, линиясы дейді ғой, қай линия бойынша болады сұрақ. Егер жаңағыдай түзеу мекемесі бойынша жалпы біздің қылмыстық атқару жүйесі комитетіне қатысты сұрақтар, жалпы сұрақтардан алынатын болса, ондай жағдайда сізді болмаса жаңағы біздің бір представительді департаменттен осы жаңағы неге байланысты СМИге жауап беретін қызметкерлер болады, баспасөз қызметінен бері қарай жіберу мақсатында сұрады деп ойлаймын. Артық ешқандай жасыратын жоқ. Ашық жариялылық бізде өзіңіз білесіз. Өзіңіз де келіп жүрсіз біздің қызметтің. Сіздерді білем, аудан көлеміндегі атқарып жатқан жұмыстарыңызды білем. Ал мынау облыс көлеміндегі жаңағындай қиындық туындады, бірінің артынан бірін жаңағындай мәселе қылуы енді кез келген адам көңіліне жаңағындай күдік ұялатады да. Неге бұндай болды? Неге сұрақтарды алдын ала сұрады? Ол жерде мынандай болуы да мүмкін ғой, мен сұрақты жіберіп, басқаша бір сұрақтарды жіберіп, оңай сұрақтарды жіберіп, келгеннен кейін ол сұрақтарды ауыстырып басқа сұрақ қоюым да мүмкін ғой. Ол сізге нақты сұрақтардың барлығын беріңіз деп сұралған жоқ. Сұрақтар қай бағытта болады, қандай сұрақтар болады. Яғни жаңағыдай айтып отырмын ғой, тек қана пробация бағыты бойынша ма, немесе жалпы қылмыстық атқару жүйесі департаментінде бізде білесіз түзеу мекемелері де бар. Жаңағыдай сол может жаңағы түзеу мекемелері барысында сұрақ болатын болса, біз өзіміздің линия бойынша беретін болсақ, ол кісілер баспасөз қызметкерін бізге бері қарай жіберіп, қылмыстық атқару жүйесін түзеу мекемелері, именно түзеу мекемелері бойынша сұрақтар болса, сол бағытта сол кісіні жібереміз деген мақсатта сұрады деп ойлаймын мен. Қазіргі таңда ауданнан қанша азамат түзеу мекемелерінде қамауда? Ол біздің ауданда ма? Біздің ауданның қанша тұрғыны? Мен сізге ол бағыт бойынша ол менің компетенцияма кірмейді. Мен пробацияның есебінде тұрған азаматтарды жіберілгендерді сізге айта аламын. Былайынан аудан көлеміндегісін ол басқа құзырлы. Сіздерде мынау алдын ала мысалға бүйтіп мынанша адам қазір түрмеде, осыдан мынаншасы келуі мүмкін деген мәліметтер болмай ма деп отқаным ба? Бізде ондай мәлімет болмайды. Жақсы. Адам бойындағы сізге ұнайтын ең жақсы қасиет қандай қасиет? Шынайылық. Ең жаман көретін, ең жаңағындай ең төменгі, ең жиіркеніш тудыратын қасиет қандай? Сатқындық. Сұхбатыңызға рахмет. Айналаңызда тек қана шынайы, адал, іскер азаматтар болсын. Рахмет.